Ассалаумағалейкум, құрметті қарындаларым, мырзалар, құрметті қазақ елім. Сізге бір көрсетейін дегенім, мына калибр деген қайық алып едім ғой, 360. Дәм болғанда нәм ғой. Енді Россиядан мынадай не алып, білмеймін, резин. Соны былай кілелейін деп едім ғой, мына қайықтың өмірі көбірек болсын, асы жыртылмасын. Сосын мынандай не алдым. Не это? Шасси деймін. Тоже Россиядан алдым. Міне. Былай тұратын зат не, қараңыздар. Міне. Мына жерге бүйтіп іліп қоятын зат. Мен жаймен көрсетемін оны қалай істейтін. Өзім бірінші рет өмірімде істеп жатқан затым. Bir қарап алайын бірінші, жаймен. Оны бәрін ұзын қылып жазсам болмайды жарым. Қазір міне өлшеп не қылып жатырмын. Мына резинкілер жатсын деп. Келгенде осылай рулон болып келді. Сосын қолданып жатқан клейім. Ана магазиндегі клейді ПВХ деген, ол деген бәрі не келіспейді оған. Мынандай со жерден мынандай клей алдым, Бостик деген. Бостик 15-20 ба бірдеме. Сондай бірдеме французский клей. Сосын оған ана орыстар айтады, мынандай отвердитель қосасын дейді. Изур 021 деген неден тауып алдым. Автомобильді базардан. Бір рет қарадым, жабысты, жақсы жабысты. Енді мынаны бір қазір өлшеп бәрін істеймін. Мына нелердің бәрін көрсетейін. Қалай болған. Өзім анда-санда балыққа шығып жүредім ғой. Соған міне бірінші бастаған. Міне қараңыз. Көрдіңіз бе? Енді осыны мынау бірінші несі ғой, бірінші бөлмесі ғой. Енді жаймен істегеннен кейін қандай қалай клейлеп, қалай не қылып жатқанымды сосын мынандайлар салып жіберейін деп едім ішіне міне. Мынандайлар клейлеп ана қайықтың ішіне, мынаның үстіне сумка байлап қоятынды ұшып кетпеу үшін. Мынандай давадым, мыналар деген 100 теңге ме, 200 теңге ме. Мынау қымбат, мынау қымбат дейсің. Жақсы, көп рахмет, сау болыңыз.